Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Болашақ корпоративтік қоры. Жоба демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. Зарғышты қарсы алыңдар! Жөпчекке қара, тұра тұр, мен көмектес аламын. Апамды естідің ғой, секіруге көмектес. Супер отбасы екі фильмі. Ол тек қана отбасылық қана емес, сонымен қатар шытырман, былайша айтқанда боевик, экшен, супер қаһармандардың өмірі, олардың тіршілігі. Бұл фильмнің ең басты кейіпкері ол осы отбасының анасы, эластик қыз. Ал мен жерден поезді тоқтаттым. Мысал үшін менің дыбыстағаным Хелен анасы, әйелі, 3 баласы бар. Өзінің денесімен көп дүниені бағындыра алады. Созылмалы, эластик қыз. Саяның кейіпкері өзіне ұқсайтын болса, Дидардың кейіпкері мүлде оған ұқсамайды. Себебі Дэш ол желаяқ, ол тентек, бұзық бала, ал Дидар отбасындағы үлкен бала, ол ақылды, сабағын жақсы оқиды, қарындасына қарап жүреді, ата-анасына көмектесетін нағыз өте сыпайы келген бала. Мен осы супер отбасы 2 бөлімінде Дэштің рөлін ойнадым. Мені алғаш кастингке шақырғанда әрине өте қатты қуандым. Кастингтен жақсы дыбыстап Дэштің рөліне өткен болатымын. Не? Тек қана көкелістер ме? Бұған кім тапсырыс берді? Осы Арай Медиа Групп студиясының әрбір жаңа жобасы, ол әрине кастинг, ол әрине әртістер базасы. Шамамен жобаға 60-тай әртіс қатысты. Ең кішкентайының жасы 11-де, ең үлкеннің жасы 60-та. Мен Вайлет барды, яғни отбасындағы қызды дыбыстадым. Оның мінезі өте құбылмалы болды. Яғни ол қатты ашуланатын кездері болды, қатты күлетін, стресста болған кездері болды, кішкентай бауырларына қамқорлық көрсететін кездері болды, ата-анасымен келіспейтін кездері болды. Осы кездерде дауысты құбылтуға тура келді. Сен балаларға қарамағанда бұл қолымнан келмес. Бір амалын табуым керек, сонда ол да жеңіп шығар. Сонда біз де жеңеміз. Қайда кетті? Әрбір таңдалатын жоба, ол жай ғана дыбысталу үшін болмаса көрермен көру үшін ғана жасалған дүние емес. Ол осы тілімізді заманауи құралдар арқылы көрерменге жеткізу. Оның қаншалықты маңызды, біз үшін маңызды екен, мына жас ұрпаққа, балаларға, бүлдіршіндерге, оларға қолайлы құрал арқылы жеткізу. Бұл біздің ең басты мақсатымыз. 14 маусымнан бастап барлық кинотеатрларда супер отбасы қазақ тілінде көрсетілетін болады. Қапы қалмаңыздар, келіңіздер, көріңіздер. Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Супер отбасы 2 мультфильмі өте қызық, және де барлығына жақсы әсер қалдырады деген ойдамын. Бұл мультфильмді көріңіздер, қазақша сөйле, өзіңнен баста. Супер отбасы 2 жобасы барлық кинотеатрларда көруге кеңес берем. Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Супер отбасы 2 фильмін қазақ тілінде көруден кеш қалмаңыздар. Қазақша сөйлейік, өзімізден бастайық. Супер отбасы 2 14 маусымнан бастап кинода.